Сәлеметсіздер ме? Менің атым Балжан. Мен бүгін сіздерге WhatsApp-та бот құруды көрсетемін. WhatsApp-та бот құру не үшін керек? WhatsApp-та бот құру ол ең алдымен кәсіпкерлерге, бизнесмендерге керек. Бизнесті жүргізуде, мысалы, сіз қосымша көмекші жалдамасы үшін, ақшаңызды үнемдеу үшін WhatsApp-тың бизнес приложениясын тиімді пайдалансаңыз болады. Ол екінші жағынан сізге клиент жинауға өте ыңғайлы, клиенттің сеніміне кіруге ыңғайлы болады, себебі ол жерде сіз тауарыңызды әдемі қылып ұсына аласыз, және клиенттердің сұрағына жылдам әрі сыпайы тез жауап бере аласыз. WhatsApp бизнес сізге не береді дейтін болсақ, ең бірінші WhatsApp бизнес ол уақытты үнемдейді, екіншіден ақшаны үнемдейді. Ақшаны қалай үнемдейді? Ол сіздің көмекшіңіз болу арқылы сізге көмекші жалдауға қажет емес. WhatsApp бизнес өзінің функциялары арқылы ондай қызметтерді көрсетеді. Үшіншіден клиенттің сенімі. Сіздің адресіңіз, электронды поштаңыз, телефон номеріңіз, сіздің ұсынатын тауарыңыз барлығы осы жерде тұрғандықтан ол клиент сізге сене алады, сенім білдіре алады, және кез келген уақытта сізді тауып ала алады, сіз туралы ақпаратты сіздің WhatsApp-ыңыз арқылы біліп отыратын болады. Және төртіншіден, тауарды өткізудегі бір мүмкіндік, тауарды сатудағы мүмкіндік. WhatsApp бизнесіңізді, WhatsApp-ыңыздың визуалын өте әдемі, жақсы, тартымды, өтімді қылып жасасаңыз, ішіндегі жазған текстеріңізді сыпайы, тартымды, адамдарды тартып, клиенттерді әкелетіндей қылып жазатын болсаңыз, фантазияңызды 100% қосатын болсаңыз, ондайше WhatsApp бизнестің сіздің бизнесіңіздің дамуында өзінің ықпалы зор деп айтар едім. Бизнесіңізға WhatsApp бизнесті пайдаланыңыз, сіздің бизнесіңіздің өркендеп, көркейіп дамуына тілекшімін. Өсіп, өркендей беріңіз, Қазақстанның шағын бизнесі дамысын. Құрметтілерім, менің арнама жазылып қойыңыздар. Басқа да ақпараттарды менің арнамнан тегін алатын боласыздар. Көптеген сұрақтарыңызға жауап табасыздар. Лайк бас, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. WhatsApp-та бот құру үшін міндетті түрде WhatsApp бизнес деген бағдарламаны көшіріп аламыз. WhatsApp бизнес жай WhatsApp-тан айырмашылығы бар. WhatsApp бизнесті App Store немесе Play Market-тан көшіріп алуға болады. WhatsApp бизнестің жай WhatsApp-тан айырмашылығы бұл жерде бізде настройкасында мой статус дегенге енді өзіңіздің статусыңызды кәдімгі жай WhatsApp сияқты қоя бересіз, звонки, чаты деген сияқты бәрі бар. Настройкаға кірсеңіз, бұл жерде мына жерде инструменты для бизнеса деген бар. Осы өте маңызды дүниесі WhatsApp бизнестің. Профиль компания дегенге сіз өзіңіздің компанияңыздың мысалы фото жүктейтін жеріне логотипін жүктеуіңізге болады, немесе өз қызметіңізді ұсынатын болсаңыз, өзіңіздің бір костюм киіп тұрған немесе әдемі суретіңізді жүктесеңіз болады. Название компания дегенге компанияңыздың атын, номер телефона, описание дегенге немен айналысады. Мысалы, сіз заңдық қызмет көрсетумен айналыссаңыз, заңдық қызмет көрсету деген сияқты, адвокаттық қызмет көрсету, немесе киім сату деген сияқты, тасымалдау деген сияқты әртүрлі несіне қоясыз. Описание дегенге часы работы дегенге бұл жер өте ыңғайлы. Открыто в определенные часы дегенге, мысалы, понедельник, вторник, среда, мысалы, суббота, воскресенье демалатын болсаң, басқа күндерді, жай күндерді таңдасаңыз болады. Открыт всегда деп, только по записи деген сияқты сондай әртүрлі нелерді таңдайсыз. Мына жерде тіпті уақытында таңдауыңызға болады. Сохранить дейсіз. Одан кейін адрес электронной почты, веб-сайт, оның бәрін түсіндірудің қажет жоқ шығар. Өзіңіздің компанияңыздың адресін бәрін жазасыз. Сведение деген, всем привет, я использую WhatsApp деген сөзді мысалы өзгертуге болады. Сәлеметсіз бе деп қазақша мысалы жазуыңызға болады. Мына жерге менің жаңағы компанияма қош келдіңіз, мен жаңағы осындай іспен айналсам деген сияқты.
на связи, занят деген сияқты нәрселерді қоюға болады. Оны өздеріңіз қарап аларсыздар деп ойлаймын. Каталог деген нәрсе өте ыңғайлы нәрсе. Каталог дегенде добавить новый каталог дегенді басасыз да, әрине өзіңіздің ұсынатын тауарыңыздың суретін таңдап аласыз. Выбрать фото деп фотоларыңыздың ішіне, мысалы, мына фотоны таңдайық. Мына панкейк, мысалы, сіз тағам сатасыз, немесе тағамды ұсынатын, сондай торт пісіріп сатасыз, немесе осындай тағамдар пісіріп сатасыз, және тағы басқа, мысалы, әдемі суреттеріңізді өзіңіздің, енді мен мына жерде әйтеуір бір сурет таңдай салдым, сіз өзіңіздің басқа әдемі товарный виді жақсы суретіңізді таңдап аласыз да. Название товары, мысалы, панкейк дейік. Бағасын, мысалы, шамамен 1000 теңге деп ала салайық енді. Описание, міне Т деген сөз өзі шығады. Описание: сүтке дайындалған панкейк. Дополнительное поле дегенде енді өзіңіз қосып алуыңызға болады. Диеталық, мысалы, қант қосылмаған, қант жемейтіндерге немесе диета сақтайтындарға арналған деген сияқты нәрселерді қосуыңызға болады. Мысалы, сохранение дейміз. Сохранениеда міне панкейк сіздің каталогыңыздың біріне кіріп тұр. Добавить новый товар дегенге, мысалы, солай товарларыңызды қоса бересіз. Сөйтесізде бұның каталогты мына 3 нүкте тұрған жерін бассаңыз, переслать, поделиться, отменить деген сияқты дүниелері тұрады. Поделиться дегенді бассаңыз, мысалы, мына жерге бұрын сөйлескен адамдарыңыздың біріне, мысалы, жіберуіңізге болады каталогыңызды. Отправить дейсіз, мысалы. Немесе бұны жіберу үшін чатқа кіресіз. Мысалы, өзіңіздің сөйлесіп жүрген бір адамыңызға жаңа кіресіз, сізге жазған. Сосын мына жердегі текст жазатын жеріне дропты басасыз. Кешіріңіз, плюсты басасыз. Сол жерде плюсты басқанда каталог деген жазу тұрады. Сол жерден өзіңіздің каталогыңыздағы тауарларыңызды птичка арқылы таңдап аласыз. Бұл жерде бәленбай товар болуы мүмкін, сондықтан олардың бәрін птичка арқылы белгілеп отправить дей саласыз. Сіздің көп каталогтарыңыз барады ол кісіге, сосын сол каталогтар арқылы өзіне қажетті тауарды таңдап алады. Одан кейін настройкаға қайтадан барсаңыз, бұл жерде инструменты для бизнеса да нет на месте, приветственные сообщения деген сияқтылары болады. Приветственные сообщения, мысалы, мына жерде орысша жазылған екен, сіз қазақша әдемілеп жазып қойсаңыз болады. Менің тауарыма қызығушылық танытқаныңызға рахмет деген сияқты, қандай көмегім тиеді сізге деген сияқты жазып қойсаңыз болады. Ол сообщениялар автоматты түрде кететіндей қылып жасауға болады. Оны қазір көрсетемін. Быстрые ответы дегенге мына жерлерге әртүрлі жазбалар жазасыз. Мысалы, спасибо, что выбрали нас деген сияқты, надеемся и дальше быть вам полезными. Осыларды қазақша жазсаңыз болады, орысша қазақша жазсаңыз болады, немесе басқа сөз жазсаңыз болады, өзіңіздің фантазияңызға қарай жаза бересіз. Содан кейін быстрые ответыды айттым. Бұл быстрые ответыды жазғаннан кейін, мысалы, мен мына жерге психология деп жазып қойыппын да. Мысалы, психологиялық қызмет көрсететін болсаңыз, сөзіңізді жазып сақтап қоясыз. Бұны енді бұл жазған быстрые ответыды, мысалы, сіздің уақытыңыз жоқ, сізге көп адам хабарласып жатыр. Сол кезде
ол адамдарға жазып жауап беріп отырмас үшін мысалы панкейк қанша теңге тұрады, қалай сіздерге жетемін, ол свежий ма деген сияқты сұрақтар болады мысалы. Сол кезде мына жерге сообщение жазатын жерге дропты басасыз. Дропты басқанда мына жерде жаңағы быстрые ответы сізде шығып тұрады. Мысалы, спасибо, что вы выбрали нас, жаңағы жауабын мысалы бүйтіп жібере саласыз. Қайтадан дропты басасыз да, мысалы керекті жауабыңызды бүйтіп таңдайсыз да жібере саласыз. Айтпақшы, тағы бір айта кететін нәрсе, мына ярлыки дегенде мысалы сізге хабарласқан адам мысалы жаңа клиент па, новый заказ ма, ожидание платежа ма, оплачен ба, завершенный заказ ба, соның бәрін ярлык арқылы белгілеп отырсаңыз сізге өте ыңғайлы болады. Жаңағы адамды ярлык арқылы белгілеп қоясыз. Сол кезде сіз біліп отырасыз, бұл сіздің постоянный клиентіңіз ба, жаңадан келген клиент па, ол кісі уже товарды алып қойды ма, соның бәрін белгілеп организация жасап отырасыз. Товарыңызға өте ыңғайлы болады. Сізге бұл қосымша көмекші деп айтсақ болады. Связанные аккаунты дегенде мысалы Facebook парақшаңызбен байланыстырып қойсаңыз, Facebookта мысалы көп тауарлар сататын чаттар бар, топтар бар, солармен мысалы байланыстырып қоюға болады өзіңіздің Facebooktағы бизнесіңіздің парақшасына. Короткая ссылка дегенде мына жерде сізде ссылкаңыз тұрады, жоғарғы жағында көрсетіліп тұр. Бұл ссылканы поделиться етуіңізге болады, копировать етіп, мысалы өзіңіздің инстаграмыңызға, биоңызға салып қойсаңыз, мысалы адамдар сол арқылы сізге бірден, сіздің профиліңіз арқылы ссылкамен сізге бірден WhatsAppқа шыға алады. Ол өте ыңғайлы, көптеген бизнес өкілдері соны пайдаланады. Бұл өте ыңғайлы. Сіз бұны мысалы әдемі визуалын әдемі жасап алсаңыз, сізге хабарласатын адамға да өте приятный болады. Тауарыңызды өткізуге WhatsApp бизнестің де өте маңыздылығы зор. Сізге хабарласатын адам мысалы сіздің профиліңізға кіріп, сол арқылы да сіз туралы көп ақпаратты ала алады. Ол жаңағы бизнес инструменттегі профиліңізді жақсылап толтырсаңыз, ол адамда сізге артық сұрақ туындамайды, сіздің уақытыңызды алмайды, былайша айтқанда. Айтпақшы, тағы бір айта кететін нәрсе, ол мысалы нет на месте деген нәрсені расписание арқылы таңдауға болады. Мысалы сіз отпускада болсаңыз, начало мен окончаниясын таңдап аласыз да, мына жердегі күндерден. Содан кейін соны белгілеп қоясыз. Сол кезде мысалы сізге хабарласқан адамдар, сіз мысалы демалыста жүрген кезде сізге хабарласқан адамдарға автоматты түрде осы сообщение барып тұрады. Нет на месте деген сообщение. Нет на местені мысалы атын өзгертсеңіз болады. Сәлеметсіз бе, мен қазір еңбек демалысындамын, келесі айдың басында хабарласыңыз деген сияқты. Мысалы мен мынандай жазып қойдым. Сол сияқты жазып қойсаңыз, сізде жазып қойсаңыз болады.